WorldSkills'қа қатыстың. Ол саған не берді? Кәсіби деңгейімді көтердім, маған үлкен мүмкіндіктер берді. Қазір BTS ERG компаниясынан жұмысқа шақырып алдым. WorldSkills республикалық чемпионаты ол әлемдік стандартпен бірдей, иә? Күннен кейін Великобритания елінде достық чемпионатына қатысамын. Енді бізде бана алғашқыда айтқандай, біздің басты мақсатымыз техникалық және кәсіптік жүйені дамыту. Биыл WorldSkills республикалық чемпионатына 10 жыл. Осы 10 жылда не өзгерді? Жұмысшы мамандарын дайындауда қандай кадрлық өзгерістер болды? Біздің арнайы қонақтар Елнұр Бекташев, WorldSkills қозғалысының даму басқармасының бас менеджері. Және біздің бүгінгі арнайы қонағымыз Ағыбай Мұхамеджан, WorldSkills Қазақстан, WorldSkills Венгрия және Евроскиллс Херник чемпионаттарының жеңімпазы. Енді бәріміз білеміз, биыл WorldSkills Қазақстан 2025 чемпионаты өтеді. Бұйыртса жақын арада. Және 10 жыл. Енді біз алдымен тарихына үңілсек. Жалпы 14-ші жылы біз мүшелікке өттік, е? Не себепті Қазақстан дәл осы шешімге келді деп ойлайсыздар? Жалпы сол кезінде кәсіпқор холдинг құрылу және техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін дамыту бағытында басталған жұмыстардың ең үлкен жұмыс және нәтиже көрсеткен жобалардың бірі деп айтуға болады. 2014 жылы алғаш рет WorldSkills Internationalға біздің енуіміздің мақсаты жалпы техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін әлемдік халықаралық стандарттарға сай бағдарламаларды өзгерту және біздің түлектерімізді сол стандарттарға сай дайындау болды мақсат. Жалпы енді ол кезде қандай қиындықтар болды? Жалпы бірінші чемпионат бізде 15 жыл. Ол мен қателеспесем 7-ақ құзыреттілік болды сол кезде. Тек қана біздің былайша айтқанда алғашқы серіктестерімнің көмегімен өткен. Әрине ол серіктестер колледждар болды және ұлттық компаниялар болды. Солардың көмегімен ол кезде әлі сарапшылар қауымдастығы жоқ. Ол кезде WorldSkills қозғалысының қазіргі таңдағыдай тәжірибесі жоқ. Әрине өте көп қиындықтар болды. Конкурстық құжаттамаларын дайындауда, қажетті құрал жабдықтарды табуда және шығын материалдарды сатып алуда қиындықтар болған. 10 жылдан кейін қазір бізде айтарлықтай бір жүйе бар. Тұрақты бізді қолдайтын серіктестеріміз бар, тұрақты даму бар. Және жыл өткен сайын өңірлер арасында, құзыретті ішінде қатысушылар арасында бәсеке артып жатыр. Ол қуантатын жағдай. Сонда біздің жалпы талап коммерциялық емес акционерлік қоғамының бұл WorldSkills ұлттық оператор ретіндегі рөлі қандай еді? Негізгі миссиясы қандай болды? Неге талап таңдалды? Енді министрліктің қасында коммерциялық емес ұйымдардың техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін дамытатын институционалдық, былайша айтқанда, ұйым ол талап. Әрине одан да басқа ұйымдар бар, бірақ олар жалпы немесе мектепке арналған ұйымдар. Сол себепті талап таңдалды және сол жобаны алға ұсынған талап. Сонда талап ол бізде жалпы бағдарламаға қандай да бір өзгерістер немесе бағдарламаның өзін енгізе ме? Сарапшылар дайындай ма? Біз оны түсіндіріп айтсақ көрермендер үшін. Алғаш айтқандай, бұл WorldSkills'ты Қазақстанға алып келудің басты мақсаты техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін дамыту болды, халықаралық стандарттарға сәйкестендіру болды. Және осы бүгінгі таңда 100% оқу бағдарламалары сол халықаралық стандарттарға сай жасалды.
Және бүгінгі таңда колледждар сол бағдарламалар негізінде сабақ беруде, оқытуда. Ал бұл WorldSkills жалпы жұмысшы мамандардың беделін көтеруге біздің елімізде қаншалықты әсер етті? Осы 10 жылдағы бір көрсеткіш нәтиже бар ма? Бізде студенттердің, жастардың қызығушылығы қаншалықты өзгерді дегенім ғой. Әрине, оның беделін көтеруде өте үлкен үлесі бар. Себебі осы WorldSkills Қазақстан арқылы біздің жас буын, соған қатысқан біздің қатысушыларымыз үлкен нәтижелерге жетіп жатыр. Оның халықаралық чемпионаттарын есептемей, былай ішкі жағдайын қарасақ, біздің қатысушыларымыз үлкен компанияларға жұмысқа орналасып жатыр, және сол біздің чемпионат аясында өткізіліп жатқан құзыреттіліктердің беделі артып жатыр. Енді оған мысал ретінде бүгін Ағыбайды айтуға болады. Өзі жайлы қысқаша айтқан кезде тағы да таныса отырмын. Ағыбай, жалпы өзің туралы айтып берші, сен қалай WorldSkillsқа келдің? Неден басталды бәрі? Ең алдымен мектеп кезінде программированияға қызыға бастадым. Содан кейін 9 сыныпта 11-ге дейін барайын ба, бармайын ба деп ойланып жүре, колледж таңдап, колледжге түстім. Сол кезде бізде таныстыру жиында WorldSkills туралы айтып шықты. Мен өзімді сынап көрейін деп, халықаралық деңгейде дамығым келіп, осы WorldSkillsқа қатыса бастадым. Саған жалпы енді нәтижелерің өте жоғары, соларға да тоқталып өтсең болады. Қай жарыс, қандай деңгейде өтті, олардың өзара ерекшеліктері қандай еді? Мысалы, сен бірінші чемпион болдың, Қазақстанда? Ең алдымен WorldSkills Қазақстан 2024 жылы веб-разработка бойынша бірінші орынға ие болдым. Одан кейін мені Венгрия мемлекетінде өткен достық чемпионатына барып, Венгрия мемлекетіндегі қатысушылармен тәжірибе алмастым. Ол қай жыл еді? 25 жыл. 25 жыл, Сен 25 жылы сосын тағы Евроскиллсқа бардың, Дания мемлекетінде өткен Евроскиллс жарысына қатыстым. Сол жерде медальонға ие болдым, 4-ші орынға. Ағыбайға 1 балл жетпей қалды, 3-ші орын алуға. Әттең, әттең. Негізі осыға дейін Евроскиллста бағалау жүйесінде 2 балдық не бар еді. Егер қатысушылардың арасында 1-2 балл айырмашылық болса, олар міндетті түрде 1 орын берілетін еді. Осы жылдан бастап ондай айырмашылықты алып тастады, нақты балды қойды. То есть бұдан алдыңғы ережемен болғанда Ағыбай 3-ші орын алатын еді. Енді Құдай қаласа Шанхайда Ағыбайды көреміз деген үміттеміз, әлем чемпионатында. Қазір енді жалпы WorldSkillsқа қатыстың, үлкен тәжірибе жинадың, Ол саған не берді? Қатысудан қандай да бір пайда болды ма өзіңе? Үлкен тәжірибе алдым. Кәсіби деңгейімді көтердім. Маған үлкен мүмкіндіктер берді. Бірнеше елдерді аралап келдім. Қазір бірнеше күннен кейін Великобритания елінде достық чемпионатына қатысамын. Жалпы бұл студенттер үшін әлемді аралауға, білімді шыңдауға мүмкіндік береді сонда. Ағыбай, мысалы, сен өңірлік және республикалық, одан кейін әлемдік деңгейде жарыстарға қатыстың, өзіңді сынадың. Айырмашылық бар ма? Өңірлікпен, мысалы, республикалықтың айырмашылығы қалай анықталды? Мүмкін ұстазды, яғни сарапшыларды таңдау маңызды шығар. Ең алдымен өңірлік чемпионатқа қатыстым. Ол кезде бұл мен бірінші жарысым болды. Бұған дейін ондай жарыстарға қатысып көрмеген. Өте қатты қобалжыдым. Астана чемпионатын өткеннен кейін қатты қуанып, республикаға дайындала бастадым. Республика өткеннен кейін екеуінің деңгейі басқа екенін түсіндім. Ол кезде үздіктер келді, жиналды жан-жақтан. Бүкіл өңірден, бүкіл Қазақстаннан. Тапсырмаларында айырмашылық бола ма? Өңірлік, республика? Өңірлік чемпионатта бізде тек шақ тапсырма болады. Бірінші ол верстка, екінші бэкэнд, үшінші фронтенд. Республикалық чемпионатта біз бүкіл Евроскиллста, WorldSkillsқа келетін
тапсырмаларды орындаймыз. Соған байланысты. Яғни біздің World Skills республикалық чемпионаты ол әлемдік стандартпен бірдей, иә? Тапсырмасы да. Негізі қанша уақыт беріледі әдетте олардың тапсырма орындауына? Біздің республикалық чемпионат 3 күн болады. 6 сағат күніне. Соның ішінде тапсырманы орындап шығу керек. Енді жалпы 10 жылда Қазақстанның чемпионаттардағы нәтижесі қалай? Біз білеміз, жалпы, әлемдікті алсақ та, негізі өзімізді алып қарасақ та ішкі, өйткені ең басында біздер әлемге де, өзімізде де жетақ құзыреттілік бойынша бастағанбыз, Ең басында бірінші чемпионатымызда біз шыны керек соңғы орындарда болдық, бірінші рет қатысқан кезде. Бірақ Құдайға шүкір деп айтуға болады, соңғы жылдары тұрақты нәтиже көрсетіп жатырмыз. Үздік медальондар, одан басқа қола, күміс жүлделеріміз бар. Бұл да бір өзгерістің, дамудың көрсеткіші деп айтуға болады. Және бұлай сұрыптама жасай келе айтуға болатыны, Қазақстан қазір IT бағытынан әлемде мықтылардың қатарына енді деп айтуға болады. Себебі біздің тұрақты жоғары нәтиже көрсететін салаларымыздың бірі IT. Одан басқа құрылыстан да нәтижелеріміз бар, құрылыс саласынан да. Әрине айта кету керек, әлі де дамитын орындарымыз көп. Барлық бағыттар бойынша, әсіресе біз әлі сервистік мамандар бойынша алда көп жұмыс күтіп отыр бізді. Ал біздің барлық құзыреттілік бойынша үлкен енді жақсы нәтиже көрсетуімізге не жетіспейді сонда? Қай жағы ақсап тұр? Енді бұл жерде бұған біз жүйелі түрде келуіміз керек. Жай ғана бізге құрал жабдық жетіспейді, немесе шығын материал жетіспейді деп айтып қоюға болады, бірақ ол жүйелі түрде келуіміз керек. Бізге сарапшылар қауымдастығын әлі де көтеруіміз керек. Ал енді осы орайда сөзіңізді бөлейінші, бізде сарапшылар қауымдастығы қандай деңгейде қазір әлем бойынша? Салаларға байланысты қарайтын болсақ, бізде сарапшылар бар, әлемде мойындалған, былайша орысша айтқанда авторитеті бар деп айтады ғой. Авторитеті бар сарапшылар бар. Бірақ енді былай, ол біздің халықаралық сарапшылар, Ал енді өңірлік сарапшыларға келсек, ол жерде де бізде әлі өсу керек, ол жерде де әлі де дамуымыз керек. Бізде қазіргі жұмыстар сол бағытта болуда. Айта кететін болсақ, ол сарапшыларды оқыту, сарапшыларды дайындау. Мысалы, біздің халықаралық сарапшылар әлемдік чемпионатқа қатысқаннан кейін келіп, өзінің сол сарапшылар қауымдастығына тәжірибесімен бөлісіп, қандай жаңалықтар бар, қандай өзгерістер бар, сонымен бөлісіп отырады. Жалпы сарапшы болу оларға не береді? Яғни кез келген ұстаз сарапшы бола ала ма? Әрине, кез келген ұстаз өз мамандығы бойынша, сол құзыреттілік бойынша сарапшы бола алады. Себебі әлемдік талаптардың бірі, және бізде де сол республикалық чемпионатта талаптардың бірі тәжірибесі болу керек, және сол құзыреттілік бойынша маман болу керек. Енді не береді дегенге келсек, сарапшы болу, былайша айтқанда, тұрақты түрде өзгерісті көріп отыру, тұрақты түрде жаңа сол құзыреттілік бойынша жаңалықтарды, жаңа талаптарды, жаңа құрал жабдықтарды біліп отыру. Біздің халықаралық сарапшылар жыл сайын барған әлем чемпионаттарға барғаннан кейін жаңадан талаптарды танысып отырып, оны ары қарай өзінің мамандығы бойынша ендіреді, және біздің қатысушылардың дайындық процесіне ендіріп отырады. Сол себепті сарапшы болу, мен айтар едім, қазіргі мұғалімдерге сарапшы болу бір маңызды инструмент, құрал деп айтуға болады. Олар яғни жылда біліктілігін арттырып отыру керек. Әрине. Түсінген. Бізде осы жақында Turkic Skills болды, білеміз. Ол да World Skills'тың жанындағы бір сайыстың түрі, халықаралық деңгейдегі. Бізде Қазақстан алғаш рет сол халықаралық деңгейде жарыс өткізіп тұр ма? Әлде оның алдында болды ондай тәжірибе?
одан алдын тәжірибелер әрине болған әртүрлі жарыстардың, бірақ мемлекет тарапынан қолдау тапқан және WorldSkills стандарттар аясында және жұмысшы мамандықтар жылы аясында. Әрине, жұмысшы мамандықтар жылы аясында түркі елдерінің басын қосқан бірінші алғашқы чемпионат болды. Оны біз Қазақстан алғаш ұсынған деп мақтанышпен айта аламыз. Сол жерде бізде Ағыбай қатысты, әрине тәуелсіз эксперт ретінде қатыстым. Тәуелсіз сарапшы ретінде қатысып, веб технологиялар құзыреттілігі бойынша бізге үлкен көмегі тиді. Сонда студенттер де қатысушылар да сарапшы бола алады деген сөз бе? Бізде главный эксперт бар, бас сарапшы. бас сарапшы. Оған көмек керек болды. Мен сосын оған өзімнің көмегімді ұсындым. Екеуміз бірге тапсырмаларды құрастырдық. Мен сервер жағы бойынша көмектестім. Басқа қатысушылардың тапсырмаларын тексеруге көмектестім. Енді қараш, өзің қатысушы болып жүрсің, әлі де жоспарыңда қатысу бар, мысалы Шанхайға жаңа айтып жатқанымыздай. Оның үстіне сарапшының да рөлінде болып көрдің. Қайсысы қызығырақ? Қатысу қызығырақ. Қатысу ма? Не себепті, адреналин ба? Эмоция ба? Нәтиже, енді бақ сынау ба? Осы Шанхай болатын чемпионатта үлкен нәтижеге жеткім келеді. Ал қазір енді жалпы жарыстардан кейін енді қазір не істеп жатсың? Өзің туралы ол саған не берді? Сол бағытта жүрсің бе? Әлде қайтадан енді қатысқаннан кейін де сарапшы болып ары қарай жалғастырғың келе ме? Сол турасында айтып берші. Қазір BTS EDG компаниясынан жұмысқа шақырып алдым. Қазір сосын Великобританияға барып келгеннен кейін мені республикалық чемпионатқа тәуелсіз эксперт ретінде шақырды. Сол жерде өзімнің көмегімді ұсынамын. Ол жаңағы шақырған компания халықаралық компания ма? Әлде отандық? Отандық, Жақсы. Барлық қатысушылар бізде, жұмысқа орналасты ма өзінің салалары бойынша? WorldSkills негізі көп жағдайда студенттерге жұмыспен қамту ғой көмектесетіні, Әрине, барлығы жұмысқа орналасты деп айта алмаймыз. Себебі біз олардың жұмысқа орналаспау былайша айтқанда ол жағынан сұрыптау жүргізбейміз. Бірақ өте көп мысалдар бар, тәжірибе бар. Чемпионат, республикалық чемпионаттың өзінде соған қатысу нәтижесі бойынша ұлттық компанияларға, үлкен компанияларға, халықаралық компанияларға жұмысқа орналасқан бізде қатысушылар көп. Біздің енді негізгі әріптестерімізде бізге көмек берудің себептерінің бірі сол. Өзіне мықты маман таңдап алу. Енді біз бағана айтып жатырмыз, WorldSkillsқа 10 жыл деп. Биыл бізде қателеспесем 45 ба, 45 құзыреттілік бойынша сайысқа түседі, жарысады, 20 өмір толық қатысады. Әжептәуір болып тұр ғой. Қанша есе өсіп тұрмыз сонда? Алғашқымен салыстырғанда 10 шақты есе ма? Бірінші чемпионатпен салыстырғанда 100 деп айтуға болады, 100 есе өсті деп айтуға болады. Әрине, осы жыл жұмысшы мамандықтар жылы аясында бізде WorldSkills басқармасы өзіне бір сондай мақсат қойып, құзыреттіліктер санын 30-дан 45-ке дейін жеткізіп отырмыз. Оның 30-ы мемлекеттік тапсырысы бойынша және 15-і әріптестеріміздің көмегімен ұйымдастырылып отыр. Бұндай чемпионат осыға дейін әрине 30-дан көп құзыреттіліктер болған, бірақ ол чемпионат кезінде, пандемия кезінде әртүрлі колледждар да өткізілген. Бірақ бір жерге жинап, 40-45 құзыреттілік, 800-ден астам баланы қатысушыны жинау, бұл WorldSkills Қазақстан тарихында бір алғаш рет болды. Бізде енді құзыреттіліктердің саны артқаны қаншалықты тиімді? Мүмкін мысалы 15-20 құзыреттілікті ғана таңдап, сол бойынша дайындықты күшейту керек емес пе? Нәтиже бірінші рет қойылып тұрған жоқ. Енді бізде бана алғашқыда айтқандай, біздің басты мақсатымыз техникалық және кәсіптік жүйені дамыту.
Енді біздің мақсат солай болған үшін бізде барынша көп құзыреттіліктерді Қазақстанға WorldSkills'ның республикалық чемпионатына ендіру. Егер де бізде мақсат жүлде, халықаралық әлемде жүлде жинау болса, әрине біз барынша аз құзыреттілік алатын едік. Былайша айтқанда, тек қана IT саласын алып алып, біз үздіктердің қатарындамыз деп мақтанып жүруге болады, жыл сайын нәтиже көрсетіп. Енді әлемдік деңгейде нәтиже көрсеткен жақсырақ деп ойлайды ғой. Бірақ біздің мақсат жүлде емес, біздің мақсат жалпы жүйені дамыту болған соң, біз барынша көп тәжірибемен жүйенің дамуы ғой, барынша көп құзыреттілікпен біз әлемге барсақ, сонша көп халықаралық стандарттарды біз Қазақстанға алып келеміз. Соншалықты сарапшылар қауымдастығы дамиды, соншалықты бізде қатысушыларда өзінің деңгейін сынап және өзінің құзыреттілігін арттырады. Ал енді әлем бойынша біздің деңгей қандай? Жақсы үздік нәтижелер көрсетіп жүрміз бе? Әрине, әлем бойынша 2019 жылға дейін шатаспасам, мемлекеттер арасында да рейтинг бар еді. Соңғы рейтингта біз үздік 10-ға кірген едік, бірақ қазір WorldSkills International рейтингді алып тастады. Қазір рейтинг бойынша ондай мемлекеттер арасында рейтинг жүргізілмейді. Бірақ біз жалпы қарағанда бірінші чемпионатта, мысалы, қарасақ, біздің орташа балымыз 655 па сондай болған. Қазіргі орташа балымыз 700-ге жақындап қалған. 700 деген сөз біз үздік мамандар. Әлемдік деңгейде де өсім бар бізде деген сөз. Биыл ғана өткен WorldSkills Curlingте біздер 7 медальон атанды студенттеріміз. Ол нәтиже өзгелермен салыстырғанда жоғары деңгейде ме? Енді орын алғанмен медальон атанудың айырмашылығы. Негізі үздік медальон алу, ол деген сөз әлемдік деңгейде біздің мамандар халықаралық стандартқа сайлығын дәлелдедік. Әрине, жүлде болса одан да жақсы еді, ол халықаралық стандартта бірнеше елдің алдындамыз деп айтуға болатын еді. Енді бұл жерде басқа елдермен салыстыру қаншалықты дұрыс екен білмеймін. Себебі қазір мен осы жерде отырып, біз Испаниядан жоғарымыз деп мақтанып та айта аламын. Бірақ сол мезетте де біз Венгриядан төменіміз деп те айтуға болады. Сол себепті басқа мемлекеттермен салыстырған қаншалықты дұрыс екенін білмедім. Жақсы. Енді өзіңнен сұрайын, Шағабек. Сен жаңа айтып жатсың, иә? Енді мен орынды алып көрдім, жүлделі медальон атандым деп. Орынсыз қалған кездер болды ма қатысып? Мен неге оны сұрап жатырмын? Өйткені биыл, қателеспесем, бізде психологиялық дайындық енгізілді қатысушылар арасында. Ол бұрын соңды болмады ғой. Психологиялық дайындық бұрын соңды басқа форматта болды. Осы жыл топтық форматта және кәсіпқойлармен болды. Алматы қаласында бір апта ішінде өткізілді. Енді өзіңмен салыстыршы, бұрын қатысып жүрген кезде ол психологиялық дайындық өздерінің араларында өтсе, бұл жолы топтық барлық қатысушылармен бірге өтті. Жақсы ма екен, ол нәтиже бере ме? Оның пайдасы болды ма шынымен? Басқа қатысушымен танысып, солармен әңгімелесіп, бірімізді тануға мүмкіндік берді. Бір-бірлеріңді қолдау, мысалы, жарыс барысында, бір-біріңе демеу болу. Біз бірімізді танып, уже награждение болған кезде бірімізді қолдап отырдық. Енді үздік, мысалы, дайындықтан өтіп, қанша уақыт дайындаласыңдар жалпы бір жарысқа? Шамамен? Осы жылы 2 ай дайындалдық. 2 ай ішінде. Жазда дайындалдық. 2-3 ай негізі дайындық өтетін уақыты жарыстың алдында? 2 ай. Барлығына, барлығына сондай ма? Барлығына. Енді 2 ай дайындық біріншіден аз емес пе, өйткені жарыс, мысалы, жылда бір рет болса, бір жыл бойы дайындалу деген. Ол мүмкін бе? Біз 2 ай ішінде біз күн сайын дайындаламыз. Оған дейін біз өзіміз дайындала беруімізге болады.
Ал енді жаңағыдай өзің айтпақшы, бір орын ала алмай қалған сәтте қандай сезімде боласың? Болдың. Өйткені ертең бізде қатысушылар жарысады, білесің, иә? Астанада 3-нен бастап жарыс басталады желтоқсанның. Сол кезде енді өзің де жүресің, ол аралықта көресің. Қандай қолдау білдірер едің? Басты назарда нені қою керек? Ең алдымен қателіктермен жұмыс жасау керек. Қателіктерді түсініп, соны түзеп, келесі чемпионатта нәтиже көрсету керек. Қайталанбайтындай. Жалпы World Skills аясында енді жаңа айтып жатырмыз, халықаралық деңгейде Turkic Skills өтті, Olympics бар, иә, бізде ерекше білімді қажет ететін балаларға арналған. Jazz Skills 9-шы сынып оқушыларына арналған. Мысалы, биыл өтіп жатыр, республикалық чемпионат жақында болады. Deaf Skills, яғни есту қабілеті төмен, иә, адамдарға, студенттерге арналған арнайы, мысалы, бағыттар дамып жатыр бізде. Ол World Skills'қа қандай да бір қатысы бар ма? Студенттер үшін не береді? Олар ертең осы World Skills'ың өзіне қатыса ала ма дегенім ғой? Жалпы Olympics'ті Deaf Skills'ті айтсақ, әлемде жеке бағыт бар, Olympics деген. Ол World Skills Internationalға кірмейді, жеке қозғалыс. Әрине біздегі Olympics'қа, Deaf Skills'қа қатысқан балдар әлемдік Olympics'қа қатысу мүмкіндігі бар. Енді Қазақстанда оған жауапты, оны көрсететін өзі арнайы ұйым бар. Ал енді Jazz Skills'қа келетін болсақ, әлемдік деңгейде ондай мектеп оқушыларына арналған бағыт жоқ. Біз Jazz Skills'ті Қазақстанда ендіруіміздің басты мақсат бұл балдар үшін арнайы профориентациялық бағыт, мамандықпен танысуға, одан басқа World Skills'пен танысуға мүмкіндік. Себебі болашақта өзінің бағын сынау үшін колледжға немесе университетқа оқуға түсіп жатқан кезде қатысуға болады. World Skills біздің өңірлік чемпионатқа, республикалыққа және жеңімпаз атанып жатса, әлемдік чемпионатқа қатыса алады. Жаңа айтып қалдық қой басында, көптеген ұлттық компаниялар, өндіріс орындары қолдайды. Соның арқасында біз көптеген жарыстарды енді құзыреттіліктерді дамытып жатырмыз деп. Жалпы сол өндіріс орындары мен кәсіпорындар World Skills стандарттарын қабылдауға жаңа қаншалықты дайын, яғни бизнес пен колледж серіктесі жақсы қалай дамып жатыр? Қазіргі нәтиже қандай, соңғы 10 жылдықпен салыстырсақ? Құдай қаласа, осы жылы біздің әріптестер саны 40-қа жетіп қалады. 40-қа жоқ әріптестермен меморандум жасадық. Және біздің қазіргі соңғы жылдары әріптестермен жұмысты күшейтіп жатырмыз. Айта кететін болсақ, барынша оларға ыңғайлы жағдай жасап, оларды World Skills'пен және біздің жас түлектермен таныстыруға әрекет жасап жатырмыз. Енді біздің тәжірибеде өте көп, бізбен 5-6 одан да көп жылдар бойы әріптес болып келе жатқан компаниялар бар. Олар баған айтқандай жай ғана чемпионатқа ғана көмектесу емес, олар одан ары қарай өзіне жақсы маман табу мүмкіндігі бар екен көрді. Сонда жаңағы компаниялар, өндіріс мекемелері қандай да бір, оларға қандай пайда бар және бізге қандай пайда бар деген сұрақ. Яғни олар қалай көмектеседі? Енді олардың көмегі әртүрлі. Бізде кейбір, көбінесе құрал жабдықпен ең басты көмектері, құрал жабдықпен, кейбіреулері шығын материалдармен, кейбіреулері өзінің базасын беріп жатады. Сол жағынан және ең бастысы олар сол құзыреттілікті, өзіне қатысты құзыреттілікті дамытуға қызығушылығы бар. Және оларға ең басты пайда әрине ол жұмысшы, жас мамандарды өзіне тарту, Ең, былайша айтқанда, Қазақстанда ең мықты жас мамандарды өзіне тарту. Ол енді студенттерге де өте тиімді ғой. Өйткені жұмыспен қамтылады бірден.
Енді Ағыбай да Ағыбай да айтып отыр, бір енді ұсыныс жұмыста алдым деп. ұсыныс бар деп отыр. Ағыбай енді әлемдік деңгейдегі мысалы бір компаниялар шақырып жатса, соған барып тәжірибе алып көргің келмей ме? Иә, әрине алғым келеді. Егер шақырып жатса, өзіміз сынап көреміз сол жақта. Менің ойымша, сенде барлық мүмкіндік бар оған. Мүмкін өзің дұрыс деңгейде таныстыра алмай жүрсің бе? Құдай қаласа Шанхайдан Шанхайда көрсетемін. Шанхайда, керемет. Енді Ағыбай, жалпы өзіңнен сұрайыншы, жаңа айтып жатырмыз ғой, сен сарапшы болып көрдім деп, сарапшы қатысушы ретінде, бізде қазір қатысушылар болады қаншама, сарапшы ретінде енді оларға көзқарас қандай? Қатысушы ретінде сен өзіңден сарапшының орнына да қойып көрдің, қандай болу керек деп санайсың? Не жетіспейді? Қандай қателіктер жіберуі мүмкін? Әлде сарапшы көп араласпай ма, тек тапсырма беріп қоя сала ма? Жоқ, Сарапшы толыққанды студентті дайындамай ма дегенім ғой, осы оған дейін 2 ай тренировочный лагерь кезінде сарапшы оны дайындайды, 2 ай ішінде күн сайын тапсырмалар береді, оны уақытқа орындаймыз. Содан кейін өзіміздің экспертімізбен жасаған қателігімізбен жұмыс жасаймыз. Жарыс кезінде бізде брифинг деген болады. Бір тапсырма айтып болғаннан кейін, қателеспесем 10 минутпен өзіміздің экспертімізбен сөйлесіп, ынталы қоя аламыз. Және сол жерде шешім қабылдай аламыз. Түсінікті. Енді Қазақстанның жалпы әлемдік деңгейдегі рейтингісін, позициясын жақсарту үшін тағы не керек? Не істеуіміз керек деп ойлайсыздар? Бірінші проблемам бұл ағылшын тілі болды. Ағылшын тілін дұрыс білмегеннің кесірінен кейбір жерлерде дұрыс түсінбей қалдым. Соны дұрыс орындамай, бағдар төмен болып қалды. Яғни оны жеке студент өзі дайындалу керек пе, әлде соны енгізсе деп тұрсың ба? Мүмкін. Сарапшылар міндетті білуге ағылшын тілін, халықаралық сарапшылар. Әрине. Қазір енді өзім ағылшында үйренейін деп жатырмын, курстарға жазу. Ал былай енгізсе жақсы болады еді, басынан бастап. Керемет. Сосын? Әлемдік деңгейде және халықаралық стандарттарға біздің түлектер одан да сай болу үшін осы кезге дейін бірталай жұмыстар атқарылды. Әлде алдымызда күтіп тұрған жұмыс көп. Ағыбай айтқандай бұл тіл мәселесі, тілді дамыту, сарапшылар қауымдастығы арасында, қатысушылар арасында ағылшын тілінің деңгейін жоғарылату, одан басқа сарапшылар қауымдастығын жалпы дамыту деп айта алатын едім. Ал енді қатысушыларға келетін болсақ, тілден бөлек өзінің негізгі құзыреттілігінде білікті маман болуы. Егер қазір қатысушылар қарап отырса, мен оларға айтатын едім, осыған дейін тапсырмалар біздің сайтта бар. Оларды ашып қарап, танысып көруге болады. Сарапшыларда таныса алады. Және физикалық, психикалық дайындықтар шыңдау. Енді колледждарға айтатын болсақ, колледждар бір жүйелі түрде келіп осы мәселеге колледждің дамуын, жалпы мұғалімдердің, қатысушылардың дамуын осы стандарттарға сай жасаса. Сосын қателеспесем, негізі осы WorldSkills стандартына сай болу үшін де көптеген колледждердің материалдық техникалық базасы жаңарды. Енді жыл сайын жаңаруда. Әрине кезінде үлкен құрал жабдықтарын жаңарту бойынша үлкен жобалар болды. Сол кезде қазір нәтижесін беріп жатқан жобаларымызда болды. Сол жерде халықаралық WorldSkills стандарттарына сай жабдықтар алынды. Сол себепті де қазіргі нәтижелеріміз жақсы болып жатыр. Сол колледждарға одан басқа айтатыным, жүйелі түрде келгенде, мысалы бізде жақсы нәтиже көрсететін колледждеріміз өздерінің шеберханаларын сол стандарттарға сай жасаған, сарапшыларға және қатысушыларға колледж ішінде барлық мүмкіндіктер жасап жатыр. Сол себепті олар жақсы нәтиже көрсетіп жатыр. Енді келешекте бізде қандай жаңа құзыреттіліктер ашылуы мүмкін? Сіздің ойыңызша? Енді ең біріншісі қазіргі талаптардың бірі искусственный интеллект, жасанды интеллект. Сол құзыреттіліктер алдымызда күтіп тұрған.
бірінші болып енуге келіп тұрған. Одан басқа енді осы жыл енетін жаңа құзыреттіліктердің бірі ол кибер қауіпсіздік, одан басқа локомотивті басқару, енді орысша айтқанда холодильное устройство деп айтады. Ол да сұранысқа ие мамандықтардың бірі. Тағы да жаңа құзыреттердің және осы заманға сұранысқа ие құзыреттердің бірі ұшқышсыз ұшу аппараттары республикалық чемпионатта өткізіледі. Осы жыл алғаш рет таң қалатын, мақтанатын жайт сол құзыреттіліктерге де сұраныс жоғары екенін және өңірлер дайын екенін көрсетіп, шатаспасам 10 қатысушыдан астам қатысушы қатысып жатыр жаңа құзыреттіліктерге. Керемет. Ол да бір керемет Нәтиже, үлкен нәтиже расында. Әлем бойынша бізде қанша құзыреттілік бар? Қазақстан жарайды, қазір 45 бойынша республикалық осы чемпионатта болады, ал біз енді әлемге әдетте қанша құзыреттілікпен қатысамыз? 30 ба? 30. Әлемде. Ал негізі әлем бойынша қанша бар тіркелген? Әлем бойынша 60-тан астам құзыреттілік бар. Біз 30 құзыреттілік бойынша әлем чемпионатына және Европа чемпионатына 25 құзыреттілік бойынша қатысамыз. Және біздің осы жылы 45 құзыреттіліктің барлығы әлемде бар деп айта алмаймыз. Себебі біздің ішкі сұранысты да біз ескеріп отырып, әлемде болмаса да өзіміз ендірген құзыреттіліктер бар. Яғни ол Қазақстанның экономикасына қажетті мамандықтар үшін енгізілді ғой. Енді өзіңнен сұрайын, Ағыбай, колледж студенттеріне, сарапшыларға қандай да бір айтар үндеуің бар ма жарыс алдында? Осы орыс тілі 2025 жылғы республикалық чемпионатта барлықтарына сәттілік тілеймін. Чемпионат қызықты әрі пайдалы болады деп сенемін. Жалпы айтқым келені әрине барлық өңірлерге, барлық қатысушыларға сәттілік тілеймін. Ең мықтылар жеңіске жетуін тілектеспін. Қатысушыларға, сарапшыларға айтарым, өз құзыреттілік бойынша конкурстық құжаттамаларды мұқият үйреніңіздер, оқыңыздар, жалпы WorldSkills қағидаттарын үйреніңіздер. Ол жақсы нәтижеге жетудің жарты жолы деп айтуға болады. Барлықтарыңызға сәттілік. Осылайша 10 жылдың ішінде біздің жастардың деңгейі өсіп, халықаралық аренада үлкен нәтижеге жетіп жатқанымызды көрдік. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.